таң баршаңызға. Мен сорпа дайындап жатырмын. Біз уже таңғы асымызды ішіп, шай тамағымызды ішіп алдық. Бұл менің ініме. Қазір больницада жатыр. Сондықтан күшті көмектесу үшін тауық сорпасын әзірлеп жатырмын. Дауыс беру қиын екен. Мен видео бәйге туралы айтып жатырмын. Мен видео бәйгеге қатысып жатырмын. Ол жерде дауыс беру өте қиын екен. Халық дауысы анықтайды. Бірақ халық дауыс беру үшін тіркелу керек деген сияқты ВК-мен кіру керек, немесе Facebook, почтамен кіру керек. Сол жақ кішкене қиындық туғызып жатыр. Қыздардың көбісі түсінбей жатыр. Бірақ дауыс беріп жатқандар да бар, Аллаға шүкір. Сондықтан сіздерден өтініш, дауыс беріңіздерші. Кішкене қиын болып жатыр, бірақ дауыс беруге болады. Қазақ тілді аудиторияны, соның ішінде менің жеңгенімді қаласаңыздар, өтінемін, дауыс беріңіздерші. Өстіп дауыс жинап отырмын, Инстаграмға салып жатырмын, пост жазып жатырмын. Қолымнан келгеннің барлығын жасап жатырмын. Иншаллах, бірінші орынды алғым келеді. Жапырақтар түсіп, Алматыда күз кетті. Күн суық. Жартылай әрине жасыл, жартылай сары. Тау жақта қар жауды дейді, бірақ өзім қарды көрген жоқпын. Күн суытып бара жатыр күн сайын. Біз метродамыз. Түсірмеймін, сізді уайымдамай қойыңыз, алдыға жүріңіз. Метродан түсір енді. Жоқ, түсірмеймін. Жат, сіз менен қанша метрге үлкенсіз? Ау! О, бірдей болдық почти. Бізде қандай станция қазір? Мұхтар әуезов драма театр. Просто. Бізге Мәскеуге бару керек. Вот это прикольно. Қараңыздар, қанша адам Алматыда метродан шықты. Нам в эту сторону или в эту? Разве в эту? Метроға мінбегелі қайсаман. Сіз соңғы рет қашан міндіңіз? Ориентир жасыз ба? Менде ориентир жұмыс жасамайды, өкінішке орай, е? Не айтадыр на өлеңде? Білмей шынды айтсам, бірақ мен осы өлеңді көп жерде тыңдағам. Түсінесің бе не айтып жатқан? Қазір. Білмеймін, сөздерін де білмеймін. Осыны айтып жүрді ғой, Нұрсынам алдында түтті дейді. Түтті дейсіз, не дейсіз?